Жақсы, көңіл күй тілеймін. Енді қазір сабағымызда не кезекші сасы кім? Бүгін түгел ме? Жоқ, ақын жоқ. Ақын ауырмады ма? Қалған түгел ме? Жақсы. Отыра ғой. Үйге қандай тапсырма берілді? Үйге? 70 тапсырма берілді. Жақсы. Одан кейін бесік туралы. Жақсы. Оның бастамасы туралы епилеп жүріп. Жақсы. Онда ереже жаттау, сосын жаңағы бесікке салу, иә? Соның рәсімдерін жаңағы практика түрінде көрсету. Жақсы, бесік дегеніміз не балалар? Кім айтады? Бесік неден жасалады? Қандай ағаштан? Қарағай, сосын қайың. Тағы да бесік, бесік неге біздің қазақ халқы бесікті аса қадірлеген? Неге аса қадірлеген? Бесікті? Көшпелі халық болғаннан кейін бесікті алып жүруге ыңғайлы болғаннан кейін бесікті алған. Енді бесік, бізде бесікті басқа бір адамдарға сыйлаған ба? Жоқ, бесікті сыйлаған, иә? Тағы да, бесік. Бесікті қазақ халқымыз ешкімге сыйламаған. Егер қазақ халқымыз жақындарына уақытша ғана беретін бар. Уақытша ғана бере тұрған, иә? Бірақ қайтарып алған, иә? Сосын бесікті жерге тастамай, көкке көтеріп, іліп қойған. Себебі оны не біреуге сыйламаған екен, ол сол бесікті жарғыш беруі мүмкін. Жақсы, Бесікті сыйламаған екен, сен біреуге бесікті сыйласаң, сол бесікпен бірге сен берекен жақсылық екен. Дұрыс айтасың, балалар. Рахмет. Балалар, бесікті қазақ халқы көшпелі. Неге көшпелі халық болған? Неге? Дұрыс айтасың, шөбі шүйгін жақсы жерге көшіп, малын жақсы асырау. Енді балалар үйге практикалық тапсырма берген болатын. Қайта бізде бізде бесік, иә балалар, мына жерге қояйын, міне бесік, қолмен ұстап көріңіздер. Осы бесіктің жасауын кімдер айтады, қыздар? Келе ғой. Мына жерде мынау несі? Келе ғой. Тапсырақ. Бесік жабдықтарының үстіне тартылады. Қай жерде шиік төсеніш мынау, иә? Түбек жағы ойық болады. Сосын? Міне мынау ойық, иә? Мынау, иә? Сосын? Түбектің үстіне құс төсек төселеді. Құс төсек жұмсақ болады. Оны кейде қаузау деп те атайды. Жақсы, өте керемет. Бірінші бесікке бөлемес бұрын не жасалады? Бесік тойы. Бесік той жасалады. Сосын кімдерге бөлетеді бесікке? Ата-анасы бөледі екен. Елге сыйлы үлкен адамдар. Бірінші бесікті бөлемес бұрын қандай жоралғы жасайды? Қандай жоралғы жасайды? Отырайын, кеткен күнді қойды. Қандай жоралғы жасайды? Шықырма. Келе ғой. Шықырманы мұны қалай жасайды? Мұна деде бесікті ұстап тұрады. Сосын, айта ғой. Мұна бақыр сыйнар. Іші қатып отырған. Енді жасай ғой адамында.
Kelingdir bolalar, qishdi mı? Aha, gel. Qishdi mı? Qishdi ya. Aha, qishdi ya. O, yaxshi. Aha, yaxshi o'tiringlar. Rahmat, qandoq. Endi bolalar, bular eshitga. O'zingiz burun ne isteydi birinchi qizlar, qanday birinchi? O't ana, yer ana, tabiat ana ne isteydi? O'tben alastaba olamiz. So'sin bor. Nega o'tben alastaydi? Bala shoshmasdi. Endi balaning uyqusi aushib ketsa ne isteydi? Uyqusi hatto adamlarning kiyimini jabadi. Boshqa o'qib qo'yar, ko'z tegmas deb so'sin. Boshqa baqib qo'yar, shoshmas deb taqdir istaydi. Aha. Kitob qo'yadi. Yo'q, boshqa. Aha. Taqdir kelinib qamchi qo'yar, chabanbuz bo'lsin deb. Yaxshi sonli bolalar besigimiz o'qingizlar qo'yaman. Qo'lga sap ko'rdingiz deb yaxshi rahmat. Endi arqaray biz janaqa yaxshi bir ahvolni qurib olaylik o'zimizga, ya, atmosferani qurib olaylik. Taqdirga qarangizlar. Amandasamiz bir-birimizdan bolalar. Amandasamiz bir-birimizdan. Aha. Arqaray. Qonaqda siz amandasib o'tiringizlar. Qo'lmen, ikkoving bir-biringiz. Mana. Yaxshi qarang. Yaxshi bolalar, endi bugun biz sizlarga o'tgan taqdirimizda bolzam jasab ko'raylikchi, ya? Barimiz taqdirga qaraylik. Amandasib oldik, ahvolni qurib oldik, sizlarga sa'tlik tilaydi. Sababida kelinib bo'lib o'tadi. Endi yaxshi bir Auspalon kim o'qiydi? Kim ko'maksiydi? Ko'maksiydi qo'yma, aqalli. Do'st aytasiz, kelinib. Do'st ekan, Auspalon ma'nosi o'zi qo'llanma vaqtida paydo bo'lgan tuğun ma'no. Yaxshi, kelesi 70 kitob tashlaylik. Sabiyni kim aytadi? Ayta qo'y. Sabiyning altın qiyasi besiq so'limida Auspalon ma'nosi so'z. Ya deydi, ko'ring. Yaxshi, durust, rahmat. Takkan, ayanu. Sura dünyası kalmamda kullanılan sözler tutkal kıt, edebiyat, tutkamek kıt. Buğra. Kirin su. Buğra, kirin bunda buğraman. Yaxshi bolalar, endi ko'ring. Sağ geçsin bugün öteki taqdirni. Daftar tasib yazib qo'yingizlar. Bugungi kunni yozingizlar. Bugungi kunni taqdir yazib qo'yaylik. Hurmatli o'quvchilar, sizlarning bag'alaringiz menga bag'alab qarag'im o'zim qo'yib o'tiraman. Oldingiz olgan oldingizga so'ndoqdan yaxshi жұмыс deb, yaxshi javob balolarni teksizsin. Sababimizning maqsadi әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты монологтерді көтерген мәселені қарастырамыз. Тура мен ауыспалы мағыналы сөздерді көркемдік шерттен сайын қолданамыз. Әрбір тапсырмада, ya. Жақсы, әрі қарай бағалау критерийіміз, монологте көтерген мәселені түсінеміз. Тура және ауыспалы мағынадағы сөздердің орнын қолдануын қарастырамыз.
Dәптеріңізге жазыңыздар ғой, Енді қараңыздар балалар. Бірінші монолог дегеніміз не? Диалог екі адамның сөйлесуі. Монолог дегеніміз? Дұрыс айтады, өз ойын жеткізу. Енді адам үндемей отырып ойланып отырса, бірақ сыртқа шығармаса, ол монолог бола ма? Неге? Ол да монолог болады балалар. Егер сыртқа шығара алмай ойланып отыр. Енді қараңыздаршы балалар, мына жерде не көріп тұрсыздар? Қазақстанның несі мынау? Картасы. Енді осы картаның ішінде біз сіздермен қандай тақырыптарды өттік? Бірінші. Бірінші нені өттік? Шілдехана өттік. Сосын балаға ат қойдық. Сосын бесікке салу. Бесікке салуды қандай жүйе өттік біз? Айтқымыз шане? Айым болып тудың ба, күнім болып тудың ба, әке жолын қудың ба, ата жолын қудың ба, бұл дүниеге келген соң, сұрауы бар судың да. Рахмет, енді сіздердің монологтарыңызды мына жерде не болып тұста, кім айтады? Алла. Суреттерді не істейік? Сөйлетейік, кәне. Келіңіздер. Келе ғой, бағалы. Ұлттық ойындар. Немен ойналады? Көкпар, теңге алу, ақтық спорттық ойындар, дұрыс айтасыз. Алты бақанда Тербетілу. Мына жерде не көріпсің? Қара қазан, астында от жанып. Қазақ қандай халық бізде? Қазақ қандай халық балалар? Жоқ, тағы да. Қонақжай. Қазақ бәрі жинаған жерден не үшін жинайды? Кім үшін жинайды? Қонақтар. Әсіресе қонаққа жалғыз атты сойып, жүгерімді ұстап қалып, үстіне плюс не жауып береді? Шапанын жауып қоя береді, жомарт халық, Тағы да не болып тұрсам жерден? Жақсы отыра ғой, келе ғой. Тез-тез қимылдайын бар. Қазақтың киелі, шаңырағы. Аспанымызда не ойнақсы балыр аспанымызда? Мынау кімнің жайлауы деп айтты ғой. Егер осындай жайлау болса, қардысыңыз бұл өмірге кетіп қалар ма едіңдер? Әлі осы өмірде қалар ма едіңдер? Неге? Неге балалар? Отыра ғой. Неге? Неге деп ойлайсыздар? Өйткені ол кезде табиғат таза, ауа райы таза, салт дәстүрден берік қалған. Мен болсам балалар, бірақ сіздер сияқты мен де сол жер жаққа кетіп қалар едім. Жақсы балалар, рахмет. Енді мына неге қараңыздар, тақтаға. Тақтаға қараңыздар. Asgar өзі тұрып алды. Қараңыздар, енді өзі жүрек бола ма? Деп сұрайды. Сол кезде үлкендер айдамай, таз-таз тұрып жатты ғой. Енді жүріп, сол кесек. Ал салтанат сол кесек рәсімінің қалай жасалатынын көруге асықты. Бірнеше күннен соң сол кесек той жасалды. Тойға туған-туыстың бәрі жиналды. Сол кесекті сәттегенде ортаға жолы ақ, от болсын деген шақырды. Осы ақ бата жайылып, Асқарды соның бас жағынан тұрғызды. Ешкімді ала жігін ақтамасын деп, ақ жіпті
Kaz balam, qadam bassam мәз болам. Көрмеуімді шешейін, сауымды кесейін, ақылымды жаз балам. Қадамына қарайын, басқанды санайын. Қаз балам жүре ой, әумин. Әй басқан асқарға әжелер шашу шашып, ауылдағы балалар қаласа қоймаса сол кәмпиттерді жинап қуатты. Ол шашуда әр күніміз мерекелі болсын деп ұрындайды. Осылайша асқардың соңы кесіліп, салтанаттың соңынан келіп ойнайды болды. Жақсы балалар, не түсіндік бұл жерде? Не көрдік? Балалар тәй басып, Біз бұл жақта қазақтың ұлттық дәстүрі тұсаукесерді көрдік. Жақсы. Ол жақта бір жас толған баланы тұсаукесерді түзеу үшін аяғын түзеу болды. Енді қараңдар, сол нені қазір кім қайда? Аяғы, мына көздер. Неде қойды, ана жерге? Я, көрейік қазір. Несі, ана ағамыз түсіндір, я? Міне балаларым. Қамшы, домбыра, сосын не қойып жердер тағы? Кітап алып келші, балалар. Кітап мына жерге қоясыңдар, я? Мына жерге қоясыңдар. Бір кітап алып кел. Енді мен қатты түсіндіріп өтейін, я? Так, мынаны салқындар. Балалар салқындар. Енді қараңдар, құрметті оқушылар. Жалпы тұсаукесуді қазақ халқы жасыл шөппен кескен екен. Я? Жасыл шөп ол жасыл болсын, бай болсын, жағасы бәрі жайқалған мал болсын деген мағынада өріс болған. Бірақ содан кейін қойдың тоқшегімен кеседі екен. Қойдың тоқшегі қарны тоқ болсын. Қарны ашпасын, бәрі бар болсын деген мағынада. Одан кейін мынандай алажықпен кеседі екен. Қазір бізде көп алажықпен кеседі, бірақ алажық не үшін алынады? Біреудің алажығын аттама. Өмір болғаннан кейін ақ пен қарасы қатар жүреді. Сондықтан қиыншылық болған кезде қиыншылықты жеңеді, қуаныш болған кезде қуанышқа қатты қуанба деген мағынада. Тепе-тең өмір сүре біреудің алажығын аттама деген мағынада. Енді баланың жаңағы аяғы айқасты байлайды. Мен бұл жағында мәстірмін, өйткені 38 рет тұсаукеске мен өзім. Міне былай байдайсыздар. Мына 39-шы. Енді баланың аяғын біз қайшымен кеспейміз. Немен кесеміз? Шақпен. Алдынан кесеміз ба, артынан кесеміз ба? Көбі қазір арттан кесіп, бала артқа қарай жүрмейді ғой, я? Алдынан кесеміз. Мына жерден кесіп, я? Тай деп баланы жүргізіп, одан кейін бала нені қандап алады? Сол бала мысалы соған ырымдаймыз, я? Шашын шашылып, той жасалады. Көрдіңіздер ғой, я? Жақсы қыздар жинап тастаңыздар. Жинап тастаңыздар. Алдымызға қараймыз. Енді қараңыздар балалар, бірінші тапсырма. Бері қараңыздар. Мына жерде қараңыздар. Енді өздеріңіздің жаңағы нелеріңізге қарай балалар, мен сіздерге тапсырма беремін. Ол тапсырманың дискрипторы әр сұраққа өз жауабын нақты сауатты жеткізеді. Әр сұраққа өз жауабын нақты сауатты жеткізеді. Әрбір дискрипторға жаңағы балдар қойылған, өздеріңіз, әрқайсыларыңыз өздеріңіз жаңағы шама шарттарға деңгейлеріңді таңдап соған жауап беріңіздер. Жақсы ма? Ауызша дәптерге жазбаймыз. Жауап бере беріңіздер. Jawab verildi. Evet, 3 minut vakit verelim. Öz dingine karaya, bizim çaba şartına karaya. Soğuğa hapşattık. Saat kesiu degeniz bala bir жасқа толғанда түзеу жүрушінің аяғы түзеу болуын кеседі. Ол біздің журналда, я? Баланың аяғына алажық байланады. Алажық байланады. Қаттырақ. Тұсаукесер өзіне бала не Қайдың дейді алғасыз?
Вот endi. Aha. не сол кезінде не бірінші жүріп басқанда не тойын жасап одан кейін не тұсау не ала жіпті не Жақсы. Ала жіппен кеседі. Жақсы. Отыра ғой, рахмет бұтым. Тұсау кесу рәсімінде ұзын ақ мата төселеді. Баланың аяғына ала жіп байланады. Әжелер ала жіпті кескен соң шашушы кәмпит шашады. Тұсау кесу тойы жасалады. Тағы да кім? Айта ғой. Бүгін біздің кішкентай бөбегіміздің туған күні. Ол ерке сәтті қылығымен бәрін қуантып, мәз қылып жатыр. Менің де ішімнен оған айтар тілегім бар. Өскен кезде үлкен азамат бол, ата-анасының үмітін ақтам, елінің сүйікті азаматының деп тілеймін. Жақсы, рахмет. Және? Бүгін енді қызында тұсау кесті. Не оған жолы тоқталмасын, атымыз тыңдасын, әдейі болып жүрсін. Жақсы, аяғым. Тұсау кесу дегенде біз бала жас қалған кейін біз баланың тұсауын кесеміз. Аяғын ықпасын, Сырынбек жетсін деген аңыз. Жақсы, балаларымда дәптерді ашып, бүгін қазір біз сіздермен диктант жазамыз. 1 минуттық диктант. Тақтаға жазамыз. Тақтаға кім шығады? Қарамыз, сен шыға ғой. Мен қазір өтейім, 2 жаққа жазасыздар. Сіздер орындарыңызда жазасыздар. Келе ғой. Ауыспау мағына бір жаққа, тура мағына бір жаққа жазасыздар. Өздеріңіз сөйлеу тыңдатыңыздар. Сіздер орында орындайсыздар. Ешкімнің ала жібін аттама. Жазамыз. Ешкімнің ала жібін аттама. Мағжан жазамыз оған. Ешкімнің ала жібін аттама. Тура ма ауыспау ма жазасыздар? Сіз жазасың. Ешкімнің ала жібін аттама. Баға. Келесі, болып қона сөйледі. Келесі сөйледі, бүгінгі рәсімге алажып сатып алынды. Бүгінгі рәсімге алажып сатып алынды. Бүгінгі рәсімге алажып сатып алынды. Бағалы, бұл сенің сөйлемің, қойден я? Естіп тұрамыз, бұқия. Бүгінгі рәсімге алажып сатып алынды. Нағыз жазып болыңдар, екінші сөйлем. Бүгінгі рәсімге алажып сатып алынды. Үшінші сөйлем, келесі сөйлем. Жолың әрқашан ақ болсын. Жолың әрқашан ақ болсын. Жолың әрқашан ақ болсын. Жаздық та балдар? Жаздық. Жолың әрқашан, тақырда көшірмейміз өзге жазамыз. Жолың әрқашан ақ болсын. 1 минут үлгеру керек. Келесі сөйлем, әжем тойға ақ жаулық киді. Әжем тойға ақ жаулық киді. Диктант аяқталды, балалар. Тексерейік. Ешкімнің алажығын аттама. Бүгінгі рәсімге алажық сатып алынды. Жолың әрқашан ақ болсын. Әжем тойға ақ жаулығын киді. Енді қараңыздар. Болды ма сіздер? Жолың әрқашан. Қалай дедің? Ашық. Ақ болсын, ақ болсын. Міне. Ал енді балалар, қыздар дұрыс жазды ма? Оқимыш? Оқи ғой. Тура мағына дедім да?
Aha, o'qing qo'y. Ешкімнің алдына жүгіріп аттама, ауыспалы Yo'ling жолын арқашын ақ болсын. жақсы, sizde Әжем тойға ақ жауабын киді. енді дұрыс жауабын тексеріп көрейік балалар. Нелеріңіз ашыңыздар, қараңыздар, тексеріп қанша қат екен, қатемен жұмыс жасаймыз өзіміз. Кітаптарда қараңыздар, дұрыс па екен жазғандарыңыз? Қате жоқ па екен? Қарап шығыңыздар дәптерлеріңді. Қарап шығыңыздар. Жақсы қыздар, қателеріңізді қараңыздар. Аха. Жақсы. Отыра қойыңдар қыздар. Рахмет. Деген тақтаға қараймыз балалар. 4-ші тапсырма, сұрақтарға жауап беріңіздер дейді. Дескриптор, диалогта тұсаукесу дәстүрі нақты әрі дұрыс сипаттайсыздар. Екі кейіпкердің рөлдерін нақты бөлінген диалог құрасыздар. Жақсы ма? Енді қараңыздар. Бірінші, сіздер мына қатар бала мен ата-анасы, сіздер ұстаз бен оқушы, сіздер екі дос, диалог құра қоямыз. Жүкпен жасайды, жүкпен. 3 минут уақыт береміз. Сіздер мына сіздердің құра беруге, Так, тез құрамыз балдар. 3 минут уақыт береміз. Бірге жасаймыз. Сақтар қараңыздар. Көрініп тұр ғой, бірге жасаймыз, бірге. Сендердің тақырыптарың екі топ. Сіздерді мұғалім ұстаз бен оқушы. Сіздерді ата-ана мен бала. Диалог құрамыз.
Kim bo'ldi onlar qo'l ko'taramiz. Vaqt. Yaxshi. Al, qarshi. Sizlar taqdirlaring. Balaning ota-onasi, aha. Berasiz. Sınıflar. Sonrasında kızlar жаңағы жүрегінде жүрген ширағаны сатады дейді иә жүресі ширақ болсын ширақ адамға келсе де ыстық адамға келсе де жақсы тұсау дұрыс кесілмесе бала не істей береді сүріншек адамға кескізіп құлай береді ғой иә сондықтан сүріншек адамға кескізбеу керек жақсы ма жақсы болды ма аға иә және шөптен жасалған жіппен кеседі. Алдынан көбейсе бүкіл кеседі. Аяғы жүзі болсын, кессес жүзбет үшін. Жақсы, отырамын, рахмет, керемет. Балалар тыңдайын көрінді. Тұсау кесу деген не? Тұсау кесу деген біздің ұлттық дәстүріміз. Бала біз асқақ болған кезде аяқ ісік болмасын деп кеседі. Ал тұсау кесуді кім кеседі? Ата-анаға зақым. Жақсы, рахмет. Жаңа кім? Аяғы жасыл. Сен үй жұмысын істеп бердің бе? Жоқ, мен үй жұмысына неге береді? Тұсау кесу туралы біліп келдім. Маған тұсау кесу туралы айтып бересің бе? Иә, әзірге айтып бере аламын. Тұсау кесуді бала қисық жүрлер тек қана түске жүре алу үшін кеседі. Ал тұсау кескен кезде қандай жіппен байлайды? Алын жіппен. Жақсы, сендер ұстаз және оқушы. Жақсы, аға елен олар? Балам, сен тұсау кесу рәсімін білесің бе? Әрине, онда маған тұсау кесу ережелері бар. Ең бірінші бала қадам басқанда тұсау кесу тойы болады. Және тұсау кесу қазақтың ұлттық дәстүрі. Рахмет балам, үлкен азамат бол. Жақсы, отыра оны рахмет әйелдерге сіздер екі дос. Сұңғар. Сәлем көкем. Сәлем тұға. Сен бізге мұғалім берген үй жұмысты істедің бе? Тұсау кесу туралы ма? Иә.
Sağ kesik kurallar men biletinim. Balanın sağın bala işkin alayışın atlamasını sürüp жүргенде sözünü cümlesini dep kesеді. Және баланың тұсауын сыйға адамдарға береді. Жақсы. Жақсы, мен түсіндім. Рахмет. Оқымай келгенсің, түсіндің ғой, иә? Жақсы. Күн тағы да. Болдыңдар ма? Жағалы. Сәлем ағалар. Сәлем ағалар. Бүгінгі қазақ тілінің тақырыпты түсіндің ба? Иә, әрине түсіндім. Саған ол тақырып ұнады ма? Иә, маған өте ұнады. Сау кесу тақырып қызықты болды. Иә, өте қызықты болды. Сен білдің бе, тұсауды артынан кессе бала дұрыс жүре алмай шалына береді. Иә, мен әрине білемін. Сен білдің бе, кім тұсауды кеседі? Иә, тұсауды елге сыйлы адам кеседі. Жақсы балалар, рахмет. Балалар ендеше сабағымызды қазір тақтаға қарап, жаңағы білесіздер бізде асық пен ату ойындары бар, иә? Қан талапай ойыны, бес асық ойыны, тағы да қандай ойындар бар, иә? Соны көрейік қазір. Кім шығады? Так, оқи ғой, жанды келе ғой. Тұсау кесер дәстүрі қашан жасалады? Бала алғашқы нұсқада. Дұрыс па? Дұрыс, жақсы, келесі. Так, мынаудан шығады, мынаудан шықсын. Оқи ғой. Бала аяға қарай байланады. Алла. Дұрыс, иә? Жақсы, келесі. Мен балам шықсын, келе ғой. Yok. Айтпады. Қате болды. Дұрыстады ма өзі? Отыра ғой. Дәл. Келесі. Жоқ. Келе ғой, кәлі. Yok, қаптырақ оқа. Тұсауды кесілді. Ауызбалы мағынасы қандай? Жақсы балалар. Қазір сіздердің алдарыңызға мынадай не тараптан қараңыздар. Мына жерде кері байланыс береміз сабаққа. Барлығын түсіндім. Түсінбедім, енді түсініп келем дегенде құстұрсықпен жанына не қоясыздар. Сосын мен өзім келіп жинап аламын. Жақсы ма? Құрметті ұстаздар, сіздердің алдарыңызда QR код жатыр. Сол QR кодпен сіздердің кері байланыс беруге болады. Бере беріңіздер. Иә. Сосын қазір қолым тиген кезде оқимын. Белгілі бойында. Мен қазір қоржынмен жүріп өтем, осының ішіне саламыз аға, бүктеп саламыздар. Болыңыздар? Бүктеп саламыз. Тез. Кім болды? Тез саламыз. Ширақ семіз олар. Олар бүктеп салсы. Тез. Үлгермей қалсыңдар алмай. Жүре бермей. Я, болдыңдар? Al. At жазып қажет емес, мен ертең несі түсіндірем. Болды ма?
Ayza. Жақсы балалар, біз жаңа сіздерді бағаладым дедім, я. Енді қазір бағаларыңызды қойып шығамын. Так, Айкөркем. 10 балл. Я? Әрі қарай. Азиза. 8 балл. Бақыт. Так, Айзада. 10 балл. Әрі қарай. Ерасыл 8 балл. Даже істемейді да? Сәт 9 оқып кетті. Жақсы. Еланора 10 балл. Әрі қарай. Маржан. Ермен алды. Так, әрі қарай. Айзериye. Ау. Біліп тұрмын. Бағады енді. Ерке бұлан. Ерке бұлан 10 балл. Так, шақты. Керемет 10 балл жақсы қатысты. Аяру қайда? 11-ші. Так, аяру. 11-ші. Аха. Міне. Ана жақсы істемей қалды. 10 балл көп кетті аяру. Ана жақсы істемей қалды. Техникаға қау. Жақсы ма? Е? Кім? Екеуді де қоям баған. Жақсы ма? Жақсы. Балалар сонымен үйге тапсырма. Үйге тапсырма аламыз. Сау кесер 60 тапсырманы жақтап келеміз. Жақсы ма? Осыдан рәкет орнымыздан тұрамыз. Жақсы. Сау болыңдар. Анда соның тастап келіңдер. Так, жақсы бала, жинала беріңдер.